Қадірлі бауырлар, шариғатымыз бойынша балғатқа толған, ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау парыз. Алайда жолаушыларға, сырқаттанған немесе денсаулығы нашар адамдар ауруының асқынуынан қауіптенсе және сенімді дәрігер ұзақ уақыт бойы ашығудан денсаулығы күрт нашарлап кетуі мүмкін деген шешім қабылдаса, сондай-ақ жүкті немесе омырауда баласы бар әйелдерге ораза тұтуды кейінге қалдыруға шариғатымыз рұқсат береді. Егер оразаға жалпы діни мәселеге қатысты қандай да сұрақтарыңыз болса, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан діни ақпарат беру орталығы ашылғанын тағы да қаперлеріңізге саламыз. Жамағаттың сұрағына дер кезінде жауап беретін орталықтың нөмірі 33-30-30. Орталыққа Нұр-Сұлтан қаласының коды арқылы телефон шалуға болады. Дін саласының білікті мамандары тәулік бойы қазақ және орыс тілдерінде сұрақтарға жауап береді.